Қайырлы күн, қымбатты көрермендер. Бүгін сіздермен әркімнің асханасынан табылатын өнімдерден ауызашарға пайдалы ас дайындаймыз. Міндетті түрде каналға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен салатымыздың қызылшасын дайындап аламыз. Қызылшаны жақсылап жуып, үстінен тұз сеуіп, фольга қағазына орап, 180 градуста қызып тұрған пешке 30-35 минутқа орналастырамыз. Етімізді видеода көрсетілгендей кішірек бөліктерге бөліп турап аламыз. Бір пиязды ұсақтап турап, сарғыш түске енгенше жақсылап қуырамыз. Үстінен етімізді саламыз, жақсылап араластырып қуырамыз. Дәміне қарай тұз бұрышын қосамыз, және де шамалы ғана су қосып, етіміз піскенше баяу отта бұқтырамыз. Асқабағымызды тазалап жуып, ішіндегі дәнінен арылтамыз, сыртын жақсылап тұрып тазалаймыз. Видеода көрсетілгендей шағын бөліктерге бөліп, жақсылап төртбұрыштап турап аламыз. Асқабақтың үстінен чеснокты ұсақтап турап саламыз, құрғатылған базилик шөбін, дәміне қарай тұз бұрышын және зәйтүн майын құйып, жақсылап араластырамыз. Протеинге пергамент қағазын жайып, қызып тұрған пешке 20 минутқа пісіріп аламыз. Гарнирге қарақұмық тақылын дайындаймыз. Енді салатымызды дайындауға кірісеміз. Руккола шөбін жақсылап жуып, өзімізге ыңғайлы бөліктерге бөлеміз. Қызылшаны тазартып, кішкене төртбұрышты кубиктарға бөлеміз. Тазартылған анар жемісін және сәл ғана кептірілген скумбрия балығын салатымызға қосып, үстін бальзам соусымен әрлейміз. Осымен өте жеңіл және тез жасалатын және асқазаныңызға да жеңіл, пайдалы ас мәзірі дайын. Назарларыңызға көп рахмет, астарыңыз дәмді болсын. Ораза мерекесі құтты болсын.